Сәлем баршаңызға, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге екі ғана жұмыртқадан 12 адамға жететіндей өте үлкен көлемдегі жұп-жұмсақ әрі өте дәмді торт жасайтын боламыз. Миксерді қажет етпейтін торт десек те болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бізге айран қажет болады. Айранға жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып аламыз. Бізде реакция жүріп, айранымыз кішкене көтеріледі. Сонан соң үстінен қант саламыз және де 2 дана жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз қанты ергенше. Сонан соң жақсылап араластырып болған соң, үстінен сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай әдемі масса пайда болды. Үстінен 1 шай қасық разрыхитель және де еленген ұнымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Бәрін бірден салмаймыз. Жартысын салып, түйіршіктері кеткенге дейін жақсылап араластырып алыңыздар. Түйіршік болмауы керек. Сонан соң үстінен какаоны да ұн илегішпен өткізіп аламыз. Міндетті түрде, сонда ешқандай түйіршіктері қалмайтын болады. Содан соң қалған жарты ұнымызды салып, тағы да 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл тортқа ешқандай миксердің қажеті жоқ, жай ғана осы венчиктің көмегімен өте биік болып шығады. Бізде қою болады кішкене, сол себепті үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сонда бізде кішкене сұйықтау, әдемі жылтыр масса пайда болады. Біздің өте дәмді шоколадны пирогтың бисквиті өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Міне бізде осындай масса болды. Енді пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап қойыңыздар. Және де осындай 4 бұрышты формаға жасасаңыздар да болады. Астына пергамент бумагасын төсеп, жаңағы массамызды құятын боламыз. Массамызды құйып, барлық жерін бір тегіс етіп жайып шығамыз. Достар, егер де каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біз бисквитті бір тегіс етіп, қызып тұрған пешке салып, 35-40 минут шамасында піседі. Әркімнің пешіне ыңғайына қарай әртүрлі уақытта тексеріп көріңіздер. Ағаш таяқшамен. Егер ағаш таяқша құрғақ болып шықса, демек бисквиттің ортасы толықтай пісті деген сөз. Бисквиттімізді формадан алып, толықтай суытатын боламыз. Корждары суығанша біз крем жасаймыз. Кремге 20%-дан жоғары кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Қаймақпен сгущенный варенканы салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Негізі мен көбіне қарапайым рецепттермен жасаған жақсы көремін. Үйде бар заттармен әрі өте дәмді, оңай жасалынатын кремдердің бірі деп айта алар едім. Міне біздің креміміз дайын. Енді әбден суыған корждарды қараңыздар, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Корждарының өзі өте әдемі болып. Енді осы корждарды біз шет-шетін кесіп алатын боламыз. Бір тегіс етіп, қараңыздар, өте биік болып шыққан. Толықтай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Шеткі корждарын біз бетіне үгітіп қосатын боламыз. Сол үшін кесіп алдым. Және де осы бисквитті теңдей ортасынан пышақтың көмегімен кесіп бөліп шықтым. Енді арасына крем жағатын боламыз. Жаңағы кремдің 3-тен 2 бөлігін саламыз, яғни 2 бисквиттің ортасына көп кремді жағамыз. Толықтай бір тегіс етіп жаққаннан кейін екінші коржды бетіне қоямыз. Және де тортымызды үстіне қалған кремді тағы да бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Негізі бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мен қолжетімді болу үшін қаймақ пен варенканы қолдандым. Өзіңізге ұнаған, өзіңіздің сүйіп қолданатын кремдерді қолдансаңыздар да болады. Кремді толығымен торттың шет-шетіне, барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шықтым. Жаңағы корждың шеткі бөліктерін қолыммен ұнтақтап,
осылай шет-шетіне және бетіне кішкене бөліктерін сеуіп шықтым. Енді тортты әсемдеу өз фантазияларыңызға байланысты. Бетіне шоколад қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осындай жаңғақ сеуіп қойсаңыздар да болады. Екі торттың арасына да жаңғақ сепсеңіздер де ол енді сіздің фантазияңызға байланысты әдемілеп әсемдесеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын. Қазір кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. 2 ғана жұмыртқамен осыншама үлкен тортты жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.